Саламатсыздар ма ұстаздар, оқушыларға білім лентте логин пароль әперу үшін сіздерге сүндет Excel'де жазылған оқушылардың логин мен паролін тастады. Сол жерде мысалы оқушыға крестер қалаған оқушыларыңызға, мысалы Акимзада Аружанды басып көшіріп аласыздар, копировать етіп, сөйтесіздерді неге келіп білім лентке кіріп, сол жерде логин арқылы кіру деген басып вставить деп басасыздар. Акимзада Аружан түсті. Енді паролін жазамыз мына жерге. Онда сол жерде паролі бар. 98. Онда көшіріп алып, құпия сөз тастаймыз. Кіруді басамыз. Кірген екен осылай шығады. Міне Акимзада Аружан болып шықты. Енді осы жерден оқушының логин паролін ауыстыру үшін құпия сөз және кіру тарихы деген жер крестер. Енді осы жерге жаңағы құпия сөз тастаймыз. Жаңа құпия сөзді өзгертеміз енді. Оған мына жерде айтылған кем дегенде 8 символ болу керек, немесе одан көп таңба, арнайы таңба болу керек, бас әріп болу керек, сандар болу керек. Мысалы бұл жерге Шолпанның сыныбы болғандықтан Шолпан барлығын бір атпен сақтайды. Ол үшін Шолпан дегенде сыны үлкен әріппен жазам. Шолпан 86 собачка. Арнайы символ собачканы қосып жатырмыз. Қосасыз, мына жерге қайталайсыз. Шолпан қайталаймыз. Шолпан 86 собачка. Сақтайсыздар. Міне құпия сөз өзгерді деп шықты. Енді мен сол оқушы қайтадан кіріп көремін. Өзгерді ма, өзгерген жоқ па? Мына жерден шығамыз.